Ағзаға су жетпесе не болады? Күн жылып келеді. Енді суды көбірек тұтына бастайтынымыз анық. Негізі кез келген витамин немесе микро және микроэлемент секілді судың да тәуліктік мөлшерлері бар. Сондықтан суды аз тұтынатын адамдар ағзасында судың да жетіспеушілігі сезілуі мүмкін. Ол себепсіз әлсіреп, тері түсі солғын тартуы, жиі шөлдеу, ештеңеге зауқы соқпау секілді белгілермен белгіленеді. Сұйықтық мөлшерінің аздығы ағзаға қалай әсер етеді? Бірінші, себепсіз шаршау. Су мол қуаттың көзі. Егер ағзада гидролиз реакциясы жүрмесе, құрамындағы мол витамині бар тағамның өзі сізге көмектесе алмайды. Үнемі шаршауды сезінесіз. Екінші, бет ұшының қанталауы. Ағзадағы судың аздығы мидың жұмысын тежейді. Ағзадағы қан айналымы жүйесінен өзіне қажетті су мөлшерін ала алмаған жағдайда ми дереу көктамырларға белгі беріп дабыл соғады. Ал көктамырлар беттегі қызыл дақтар арқылы ағзаға су керектігін сездіреді. Бет ішкі ағзаның айнасы екенін естен шығармаңыз. Ол сіздің ағзаңыздағы бүкіл аурулардан белгі беріп отырады. Үшінші, ашулану, себепсіз күйіп-пісу. Ашулану миға көп салмақ түсіріп, бар энергияны алады. Сол кезде адамға бір стакан су ұсынсаңыз, оның ашуы лезде басылады. Себебі судан ми өзіне қажетті энергияны алып, жайлы да тыныштық қалыпқа түсіп жұмыс істей бастайды. Төртінші, алаңдау. Ол мидың маңдайдағы бөлігіне судың жетіспей жатқандығынан хабар береді. Ағзадағы судың орнын толтыру үшін пайдасыз жасанды газдалған сусындардан ішудің еш көмегі жоқ. Тек таза ауыз суды қолдану керек. Бесінші, көңіл күйдің түсуі мен жабығу. Кез келген адам ағзаның ең қымбат қазынасы амин қышқылдары екенін біледі. Ол ағзада түрлі функциялардың қызметін атқарады. Сондықтан амин қышқылдары жетіспеген жағдайда ми қызметін төмендетеді. Адам өздігінен жабығып жүреді. Алтыншы, мазасыз ұйқы. Егер адам ағзасында су жеткіліксіз болса, жайлы да тыныш ұйқыны армандамасаңыз да болады. Себебі ұйқы барысында терлеу арқылы ағзадағы мол су шығып кеткендіктен адам онсыз да суға зәру болады. Мидағы судың жеткілікті болуы тәтті ұйқының кепілі. Жетінші, ентігу. Дені сау адам егер оның тыныс алу жолдарында ешқандай ақау болмаса, өздігінен ентікпейді.